Ассалаумалейкум достар, көптен бері видеоролик салған жоқпын. Соңғы кезде бір дұға жайлы видеоролик салғанмын. Сонда мен подписчиктерім жазып жатты. Братан, дұға жайлы бір-екі видео салып жіберші, әңгіме қызық болып жатыр ғой дейді. Ол өтірік емес, ол шын нәрсе. Бірақ бір шетін айтайын да енді. Осыдан бір күз айында бір 20 жыл бұрын болған оқиғада, ол кезде көне машинам болған. Қазірде де көне машина ғой. Көне машинамен күз айында мен бір мекеменің алдына барып тұрғанмын. Машинам сөндіріп, сол кезде артынан джип машина келіп пипілдеткенде машинамды алып таста деп. Содан мен машинамды от алдырып, машинамды алып тастайын десем, машинам от алмай қалды да мен. Сол кезде ана жігіт шығып, мен есіктің алдына шығып, машинам есігін ашып, алып тасташы нахуй, блядь, братан, алып тасташы нахуй деп маған айқайлады да. Содан мен бетіне қарап тұрдым да, ұрғым келді да шығып, бірақ ондайға бара алмадым да, енді машина қойсаңшы алып тастайын деп от алдырсам, машинам от алмай қалды да. И бір жағынан жаңа дәу машинаның ішінде әйел отырды, әйел де шаңкөлдеп, мынау кім, алып тасташы деп әйел де шыңғырып жатырды. Сосын ақшасы бар адамдардың түрі көрініп тұр енді. Сосын машинамды ала алмадым. Содан машинамды итеріп қойдым да, ана машинасы қойды. Ашуландым да, ана жігітті бля бытын шығарып кетті да ұрып. Бірақ бір жағынан әкемнің сөзі бар да, иманды болсын. Кезінде жұмыстан келеді да, қолы қап-қара май-май. Жөнімен түйіш, жағынан алмайынша, бір өлтіріп баратқан кезде түйіліспеш. Акиматта таныс ешкімің жоқ, сотталасында кетесің, менен қайдан күтпе деген сөзі мен ойымда тұрып қалды да, содан құрсыншы дедім. Сөйтіп тұрған кезде ашуланып жүрдім да, көшеде шаруамен жүріп ашуланып келе жатсам, жолдан бір үлкен кісі тоқтатты да, мен басына шляпа киген, бойы қысқа келген кісі, сондай күлімсіреген кісі тоқтатты да. Әңгіме шығып кетті, екеуміз әңгімелесіп өтедік, оның көзі сондай өткір да, адамның ішкі сезімін қатты білетін кісі екен бірден көріп тұр да. Сосын маған айтты да, что-то сен бала, что-то өкпелісің ғой, көзің айтып тұр ғой, сөйлеген сөзің, дірілдеген сөзің дейді да, психолог сияқты да ол адам. Сондай жағдай, сондай от деп едім, маған айтты да, байлар ақшасы бар адам сөйтеді ғой енді, қайтейін енді деді да, әңгіме айтып кетті да, мен саған бір нәрсе үйретейін деді да. Бір дұға үйретейін деді, бірақ ол дұға жаман дұға, бірақ ол тек бір шеті ғана, мен одан да жаман үйретпеймін, тек бір шетін тек. Ол дұға Алласын ұмытқандарды Алласын есіне түсіретін нәрсе деді. Соны маған үйретті да машинаның ішінде. Бірақ мен мән берген жоқпын, құрсын, тек әшейін айтып тұрған шығар дедім да. Сөйтіп жүрдім да, кешке таман үйге келдім да. Үйге келместен бұрын маған айтты, егер де деді, соны мен айтқанды істейтін болсаң, значит, сен ниетің дұрыс адамсың. Маған міндетті түрде мені мынандай мекен жайдан тауып ал. Мен саған одан да күшті дұғалар үйретемін. Ол дұғалар жаңа сен шын ниетімен біреуге айтып не істесең, ол адам бақытты болады, не болады деген нәрселерді үйретемін деді да. Бірақ мынаны сен таста деді сосын. Бірақ семьяңа тиіскен адам сондай болса ғана істейсің, бірақ ешкімге оны істемейсің деді. Бірақ ұмытпа деді, бала ұмытпа деді. Егер де мынаны үйіңе барып істеп ертеңіне мына адам сенен кешірім сұрайтын болса, міндетті түрде де менің мекен жайыма келіп тауып ал мені деді. Себебі мен ойлаймын өзім, содан мен кешке таман соны айтқанды істедім. Құрсын не болса ол болсын деп. Сосын ертеңіне жаңа жігіт, дәу машинасы мені тауып алды да, қолымды алып, екі қолымды алып, кім ренжімеш, ағаңа жеңгемен ұрысып келе жатыр еді. Мен де ашуланған шығармын, бір кешірімді қайтар маған деді да, қолымды ұстап мен кешір мен деп кешірім сұрап кетті. Мен өзім шошып кеттім. Содан бір емес 4 рет істедім да өмірімде. Бірақ ол апасының нәрсе де, артынан барып түсіндім да. 4-шісінде жұмыста бір кісі айтты да, бір жұмысшылардың арасында, мына жігіттен байқаңдар деді, мына жігітті ренжітпеңдер деді да, бәрі жұмыстағылар маған қарайды да, не болып қалды деген сияқты. Содан мен есіме жаңа үлкен кісі түсіп кетті да, егер де саған кешірім сұрайтын болса, міндетті түрде мені тауып ал деген сөзі кешіме түсіп кетті да, бірақ түсіме кірді сол кісі. Түсімде көк күмбек киініп алып, шляпасы бар, маған ренжігенде қарап бұрылып кетіп қалды да. Сол ертеңінде сол кісіні тауып алдым, үйін. Тауып алып, үйіне барып, сұрастырып, үй жағын көрсетіп сұрасам, ол кісі бір ай бұрын қайтыс болды дейді да. Содан кейін мен ойлаймын да, сол кісі түсіме кіргендегі сана, оны болды енді таста бұндай деген сияқты болды да. Содан бері 20 жыл өтті. Осыны қойдым да, просто мен айтайын деген, білмеймін ол шын ба, өтірік ба, бірақ бұл қорқынышты нәрсе да. Алдында бір роликте салғанмын дұға жайлы.
сол сияқты сол дұғаны қысқаша сіздерге айтып тұрмын да. Я достар, роликті тым жақсы қылып, ұзақтау қылып, мәпіш деп айтуға болады еді. Оған роликтің бәрі мына тиктокқа сыймайды да, сол себептен қысқа айтып жатырмын да. Жақсы достар, аман болайық, сау болайық, жаман нәрсе істемейік, ниеттеріңіз түзу болсын. Бәріңізге сәлеммен.